Ассаляму алейкум, урметли серджелер, бу UATV студияда Украина хабарлары бүгін майысынан 17-сі жума күні бұл сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар хақында тариф етмеге азармыз. Юқары Раданың коалициясы артық yok. Народный фронт фракциясы рейсі сессия күч коалициядан шыққаны хақында білдірді. Максим Бурбаканың айтқанына көре, яны вазият олдықша күчлер бірлештіруіні талап еті. 2014 сенесі тәшкіл етілген коалиция өз вазифелеріні еріне кетірді ве 5 ел ішінде парламент кечкен елларға баққанда чоқ ислатлар керчеклештірді. Әмелдекі қанунға көре бір ай ішінде яны коалиция тәшкіл етілмек керек. Шының үшін Бурбак қайд еткені кебі парламент невбеттекі сайлавларға қадар çalışacak. Мы заявляем про выход из действующей коалиции. Біз шымдaki коалиция өз фәалиетіні тоқтатқан аққында білдіреміз. 2019 сенесі майысының 17-сі ве яңы коалицияның тешкіл етілігі аққында білдіреміз. Коалиция депутатских фракций Европейская Украина 8-ci çağırıvının yuqarı radasında Avropalı Ukrayna fraksiyasının koalitsiyası öz faaliyetini toxtatdı. Bugünden başlap bir ay içinde yanısı teşkil etilmek gerek. Hepsi fraksiyalar ve mebüsler birleşmelerini yanı koalisiyanın teşkil etilüvi hakkında derhal aytışıp başlamağa rica ettim. Шымдыки Девлет башы Петро Порошенко яны сайланылған Украина президенті Володимир Зеленскийнің инаугурациясы үшін тешкили комитетні құрды. От етбірлерінің кечіроліві қында ферманны имзалады. Тешкили комитет әркенінде 16 инсан олардан учу Зеленскийнің темсілжілері. Тедбірлер планы әке күн ішінде таздықланылмақ керек, тышқы ішлер назерлігі четел делегацияларны давет етмек керек. Порошенконың матбуат кетібі Святослав Цыголка буферман Украина сесетінде яны анянелерве акимиятның медени берілмесінің да бір алиметті олғаны айтты. Яны сайланылған президент базар әртісі күні майысны 20-сында Украина юқары радасында ант етежек. Бүгінден баста ешғалжілер тынчылықны әкі кере бозды. Боқта Украина Мудафа назерлігінің спикері Александр Матузянық білдірді. Геже саат бірді боевиклер Гнутоваға қаршы атеш açты. Саба саат 7-де есе Золотое Дортқа сабасындаки Украина аскерлерінің мевзелері артиллерия атеші астында қалды. Душман ешғал етілген Первомайсктан 15 мермі атты Украин аскерлері арасында яраланған яда әлі қолғанлар жоқ. Санкт-Петербургта полис Русия ве Қырымда тұтылған украинлерге қол тұтув акцияларының иштиракчыларыны профилактик субетлерге чағара. Боқта Санкт-Петербургның Қырымда тарфалі Ильяс Эшерев тариф етті. Санкт-Петербург ве Москвада яшаған Русия файлері стратегия 18 мүддесіз акциясына бірлешті. Ресми 1944 сенесі майысының 18-інде олған Қырым татар халқы сүргінлігінің күні еле бағладыр. Әрайының 18-інде файлер соғақларға чықып, ешғал етілген Қырым вазиетіні инсан ақлары бұзылғаныны тариф етелер. Ақуқу құройжыларының мәліматына көре тахменен 60 Украина ватандашы Русияда ве ишғал етілген Қырымда саяси себеплерден азатлықтан марум етілді. Украина тышқы ишлер назерлігі Русияге 300 кереге яқын наразылық білдіріп, анда олған украинлерні азат етмесіні талап етті. Мұндарежесі зыт келген контексті есе айып. Более Авропа шурасында дайми Украина темселжесі Дмитро Кулева Авропа шурасы назерлер комитетінің қарарына деді. Хельсинкиде кечкен пасы сессиясында Русияге яны башка тебенің сайлавларында иштирак етмеге изін берілді. 30-дан зиеде назерінің фикріне көре эпасы аза мемлекетлер тешкелятының низамнаме органларында иштирак етмек керек. Украина веда 5 мемлекет bu қарарға қаршы чықты. 2014 сенесі Русия Қырымны ешғал еткені үшін Авропа шурасы парламент ассамблеясында Рейберуф аққындан марум қалды. Наразылық көстеріп 2016 сенесі о ассамблеяда çalışмақтан рет етті. 2017 сенесі есе азалық үжеретіні ödemeге тоқтатты. Ресми мәліматны жемаат üçün мерақлы ве анлайышлы алға кетірілмесі үкімет бағы сасындаки мутехасыслар музакиреті.
Олар Киевге назерлер кабинеты тешкіл еткен форумға келді. Иштиракчилер назерлерінің матбуат хизметлері парламент ве вилайет мемуриетлерінің векиллері. Тахминен 200 киші. Спикерлер арасында четел мусафирлер де бар. Булар Украинадаки Авропа бірлігі темсилжесі Хьюг Мингарелли ве Алмания үкіметінің рейсі Штефан Зайберт. Сейчас мы стоим на пороге построения новых. Бүгінде девлет үкімет ве жемат арасында бағының яңы усуллары құрылмақта. Бұ ішке баяғы күч керек, чүнки ислятларыны бағламақ бек қиын. Менің фікірімде жемат бағы саасандаки мутихасыслар баяғы ихтисаслы олды. Ишіде 5 евелсі олғанны баққанында ихтисаслы олды. Луганск вилиятынды Авропа куну Авропа бірлігі байрағының елпертіуі ве мевзуи флешмобның кечірілді. Эсас мейданда студентлері, лицей талебелері, кемиет темсилжілері ве жемаат әрбаплары топлашты. Украин ерлары алтында көкке Авропа бірлігі байрағы тусунды баллонлар учырылды. Вилиетке студентлер талебелер деңішуде ярдым етежек оламыз ве Авропа бірлігі ве НАТО азалары ве Луганск вилиеті генчлері арасында алақаны. Україна готова вступити до Європи. Украина Авропаға қошылмаға азыр. Анам ве бабам чечеклеген мемлекетте яшағанларны ве девлет қабаржылық олмамағаны істейім. Ми велика прогресивна держава. Біз илерілеген балабан девлетіміз, біз Авропа бірлігіне қошылмақ керекміз, чүнки оларнен бір қиметлеріміз ве кележегіміз. Мемлекетімізні инкишаф етмек керекміз. Сүргүнлік сымалары Киевде Қырым татар халқы сүргүнлігінің еллығына бағышланған фото сергі açılды. 1944 сенесі майасының 18-ында Совет Акимияты Қырым татар халқының ярымададан сүргүн етілівіні башлады. Сергі сүргүн етіліп сақ қалған ве Қырымға қайтқан ади инсанларының фото сүретлері ве икеелері вастасынен Советлер Акимиятының жинаятлері ақында тариф еті. Шымдaki вақытта бұл инсанлар ешғал етілген Крымда яшай. Бунен берабер Крым Эванде трава пробивает землю перформансы нумаишетельда. В переживаниях горьких, встречая поздний неохотливый рассвет. К кому пришли сейчас? Опять забрали скольких? У чьих дверей рычит безумство этих лет? О том, что было в 44-м? 44 сенесі 90 сенелері ве шымды Қырымда олғаны аққында перформанс бұ ағыры юг аққында, амма нетижеде әршей әйі екенленмек керек. Бұ дақиқаға бұл соңғы хабарымыз еді дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.